Европалық одақ Қазақстанмен транзит көлік қатынасын нығайтып, Транскаспий халықаралық көлік маршруты арқылы алыс берісті арттыруға ниетті. Брюссельде өткен Берлин Евразиялық конференциясының 44-ші отырысында тараптар екі жақты қатынасты нығайтудың жолдарын талқылады. Орта дәліз және жаһандық қақпа деген атпен өткен шараны еліміздің Германия мен Бельгиядағы елшіліктері бірігіп ұйымдастырды. Басқосуға Еуроодақ өкілдері, кәсіпкерлер мен сарапшылар қатысты. Қазақстан Еуроодақпен кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған. Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет. 10 жыл бұрын бекітілген келісім бойынша қос тарап 29 сала бойынша ынтымақты бекемдеп келеді. Көлік логистиканы дамыту, Транскаспий халықаралық көлік дәлізі аясында ынтымақты күшейтуге қос тарапта мүдделі. Орталық дәліз Қытайдан Қазақстан, Әзербайжан, Грузия арқылы Еуропаға тауар тасымалдаудың таптырмас алаңы. Дәл осы бағытпен еуропалықтарда өзінде барда Азия нарығына шығарады. Еуроодақ Global Gateway бастамасы аясында орта дәліз жұмысын күшейтуге ынталы. Себебі Қазақстандағы сирек кездесетін металдар, басқа да стратегиялық ресурстарды өндіріп өңдеу үшін Еуропа елдері орта дәлізді жандандыруға мүдделі. Және бұл жобаға техникалық қаржылай қолдау көрсетпек. Еуроодақ Транскаспий көлік дәлізін дамытуға 20 миллиард еуро бөлмек. Осыны мәлімдеген еліміздің Бельгиядағы елшісі Роман Василенко еуропалық институттарды орта дәлізде кездесетін кедергілерді жоюға бағытталған жобаларды бірігіп жүзеге асыруға шақырды. Қазір Транскаспий көлік бағытымен жылына 6 миллион тонна жүк тасымалданып отыр. Қазақ үкіметі алдағы 2 жылда оны 10 миллион тоннаға жеткізбек. Басқосуда тараптар энергияның баламалы көздерін дамыту мәселелерінде сөз етті. Вопрос зеленых технологий. Біз Қазақстанмен жасыл технологиялар, энергияның баламалы көздерін дамытуға қажетті батарея, жасыл сутек өндірісі және цифрландыру бойынша ынтымақты күшейтуге ниеттіміз. Қазақстанда мықты IT мамандар көп. Біз солардың әлеуетін пайдалануымыз керек. Сондай-ақ біз Еуроодақта ғарыш технологиясын дамыту бойынша заң қабылдамақпыз. Осы ретте ғарыш айлағы бар Қазақстан біздің басты серіктесіміз бола алады. Еуроодақ Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртегінен арылу жобасын қолдайды және өзінің осы саладағы озық тәжірибесімен бөлісуге дайын. Көмірсутектен бас тартып, жасыл энергияны дамытуды көздеген қарт-құрлық елдері Қазақстанмен сирек кездесетін металды өндіріп, өңдеу бойынша ірі жобаларды іске асыруға да құлшынып отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.